Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 3 сынып қазақ тілі сабағы 23 сабақ. Жақсы мен жаманды зерттеймін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы е дыбысы. Е дыбысы. Экспо. Экспо 16 жаттығу. Экспо бүкіл әлемдік көрме. Ол ең алғаш Ұлыбританияда өткен. Экспо 2017 көрмесін Астанада өткізу Қазақстанның ірі жетістіктерінің бірі. Бұл тмд елдерінде өткен алғашқы көрме болды. Көрменің тақырыбы болашақтың энергиясы деп аталады. Онда күн сайын әлемнің көптеген елдерінің әр алуан іс-шаралары өткізілді. Оның бәрі эфирден көрсетілді. Мәтін не туралы? Сұрақтарға жазбаша жауап бер. Экспо неліктен бүкіл әлемдік көрме деп аталды? Экспо 2017 көрмесі қайда өтті? Көрменің тақырыбы қалай аталды дейді? Көрменің тақырыбы болашақтың энергиясы деп аталды. Экспо неліктен бүкіл әлемдік көрме деп аталды? Бүкіл әлемдік көрме деп аталу себебі бүкіл әлемнен, мемлекеттерден, түкпір-түкпірінен келіп, осы көрмеге қатысады. Өздерінің болашақтың энергиясының жобаларын ұсынады, түрлі жобаларын, пікірлерін ұсынады екен балалар. Экспо 2017 көрмесі қайда өтті? Экспо 2017 жылғы көрме біздің Қазақстан мемлекетіміздің бас қаласы Астана қаласында өтті балалар. Мәтіннен е дыбысы бар сөздерді тауып жаз. Бұл сөздердің мағынасын дерек көздерден біліп ал дейді. Болашақтың энергиясы тақырыбында болжам жаса және оны топқа талқыла дейді. Мәтіннен е дыбысы бар сөздер энергия және эфир. Энергия дегеніміз бұл энергия, мысалы қуат күші, қуат көзі деген мағынаны білдіреді. Мысалы электр энергиясы бар, мысалы адамның энергиясы бар деген сияқты күш, қуат деген мағынаны білдіреді. Ал эфир дегеніміз бұл эфир, мысалы жүргізуші, мысалы бір телеарнаны жүргізіп жатқан кезде тікелей эфир жүргізеді. Мысалы камераға алып, осыны көрсетуді, бағдарламаларды осындай түсіруді, камераға алып бақылауға түсіруді бұл эфир деп атайды екен балалар. Келесі е дауысты дыбыс. Ол басқа тілден енген сөздерде және сөздің басында кездеседі. Эфир, эскалатор, экипаж деген мысалы сөздер бас әрпінде жазылады, е әрпі. Және басқа тілден енген сөздер болады. Мысалы грек тілінен, француз тілінен, латын тілінен осы е әрпіне байланысты сөздер бар. 17-ші жаттығу берілген сөздерді қатесіз көшіріп жаз. Эрмитаж, эстрада, экскаватор, эстафета деп жазыласыздар дұрыстап. Енді тапсырма. Өзің е дыбысы бар бірнеше мысал айт. Сол сөздердің е дыбысы бар сөздермен салыстыр дейді. Мысалы, электр, экономика, экипаж, экскурсия деп жазсақ болады, балалар. Электр дегеніміз экипаж, экономика. Электр, экономика, экипаж, экскурсия сөздерін жазып алыңыздар, балалар. Бұны е дыбысымен ауыстыруға болмайды. Тек қана өзінің е дыбысымен оқылады. Келесі жаттығымыз, бұл жерде экипаж сөздер берілген. Мысалы, осы екі сөздердің орнына, көп нүктенің орнына е әрпін қоясыздар. Экипаж, және электр, және эрмитаж, эстафета деген сөз. Е дыбысы бар сөздердің мағынасын түсіндірді. Осы сөздерге дыбыстық талдау жаса дейді. Дыбыстық талдау жасаймыз. Е дауысты жіңішке, л дауыссыз үнді, е дауысты жіңішке, к қатаң дауыссыз, т дауыссыз қатаң және р дауыссыз үнді. Экипаж деген сөзде е дауысты жіңішке, к дауыссыз қатаң, и дауысты жіңішке, п дауыссыз қатаң, а дауысты жуан, ж дауыссыз ұяң. Ал келесі эстафета деген сөзде е дауысты жіңішке, с дауыссыз қатаң болады, т дауыссыз қатаң болды, а дауысты жуан болады екен. Келесі 19-шы жаттығу, шынықсаң шымыр боласың. Эстафета жарысында құттықтау сөзін дайындайды. Ол үшін келесі беттегі суретпен сызбаны пайдалан дейді. Келесі суреттегі сызбаны пайдаланып біз жазады екенбіз.
Мысалы, бұл жерде шарлар берген, балалар әртүрлі құттықтаулардың әртүрлі жағын ұстап тұр. Енді құттықтау сөзі шығу үшін оларды шар ұстаушылардың орнына ауыстырамыз. Шардағы сөздерді пайдаланып, мына сызбаны толықтырамыз. Біріншісі, жарысқа қатысушыларды шын жүректен құттықтаймыз. Кімді, немен, қалай деген сұрақтарға жауап берді. Осы сызба ретінде жазсаңыздар да болады, немесе осылай жарысқа қатысушыларды шын жүректен құттықтаймыз деп жазып қойсаңыздар да болады, балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды, балалар. Каналыма тіркеліп, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Сау, сәлемет